Сәлем қыздар, бүгін сіздермен өте тез дайындалатын ПП вафли дайындаймыз. Құрамы үйдегі бар заттармен жасауға болады. Дұрыс тамақтануда жүрген қыздар, жасап көрсеңіздер, дәмі енді керемет, сіздерді семіртпейтін ПП вафли. Ірімшікті шанышқының көмегімен езіп майдалап аламыз. Ұсақталған ірімшікке бір кесе айран құямыз. Егер де айран болмаса, йогуртпен немесе қаймақпен алмастыруға болады. Мен айран қосып жасадым. Негізі йогуртпен қаймақпен жасасаңыз, дәмі жақсы болып шығады. Айранмен ірімшікті араластырып болған соң бір жұмыртқа қосамыз. Байқасаңыздар, мұнда тек қана ақуызды тағамдар қосылуда. Егер де вафлидің дәмді тәтті болғанын қаласаңыз, қанттың орнына қант алмастырушыларды қосуға болады, бірақ мен бананды қосып дәмін келтірдім. Бір бананды алып, шанышқының көмегімен езіп, дайын болған массамызға салып араластыратын боламыз. Қан қосуға болмайды, қыздар, себебі қан қосатын болсақ, калориясы көбейіп кетеді. Келесі кезекте бізге күріштің ұны қажет болады, яғни бидай ұнының орнын күріш ұны басады. Күріш ұнының калориясы аз болып келеді. Күріштің ұнын салып және бір шай қасық қопсытқышты салып, барлығын бір келкі етіп, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, бізде дәл осындай масса пайда болады. Дәл осы аралықта біз вафельницамызды қыздырып қоямыз. Мендегі вафельница Редмондтың вафельницасы, яғни жабыспайды, жақсы тез қызады. Мендегі вафли шамамен 7-8 минутта пісті. Енді ол сіздің пісіретін вафельницаңызға байланысты болып келеді. Егер де тоғы күшті болса, мұнда тез пісетін болады. Менде енді қызып бастаған кезде міне осындай формасы шығып басталды. Дәл осындай ПП вафлиді дайындап көрсеңіз, калориясы өте аз, сізді семіртпейді, артық салмақ алып келмейді. 6 дана вафли шықты менде дәл осы құраммен. Қыздар, міне мендегі барлық вафли дайын болып пісті, өте жұмсақ, нәзік. Таңғы асқа жасап көруге мен кеңес беремін. Құрамы ақуызды тағамдарға бай ПП вафлилер сізді мүлдем семіртпейді. Қыздар, менің каналыма тіркеліп, дәл осы видеоны достарыңызға таратып, менімен бірге арықтаңыздар. Менің каналым сізді 100% арықтатады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Қыздар, сіздер вафлиді қандай рецептпен жасап жүретіңіздер, комментке жазып кетіңіздер. Әрбір коммент мен үшін маңызды.